Аманат партиясынан мен сізге айтайын өзімнің пікірімді. Мен ойлаймын да, сіз анау әкімшілікке должны были написать, ходатайство жазып, мына кісінің жағдайы осындай екен, сендер сол кісімен соттасып өтіспесің, мыналарың дұрыс емес қой деп, осы мен защита деген солай түсінемін. Жоқ, не ол сөзді қазір тағы сөйтіп созып, ананы айтып отыра береміз. Мен солай түсінемін. Маған обращаться еткен жағдай? Жоқ, обращаться еткенде сіз қандай жағдайда сіз оны ол кісінің қорғай аласыз? Сонда бұл кісі келіп сізге жазу, соны түсіндірсеңізші. Арыз жазу керек па? Мен мені әкімдікпен мен соттасып жатырмын. Они еще встречное заявление тебе, да, тебе написали, сотқа шақырып, кейін бас тартыпты. Иә, сонда бұл кісі не істеу керек сіздерге келіп? Мен осындай болып жатыр, сіздер маған ходатайство жазып бер деп айтып кетті. Не істеу керек, соны түсіндірсеңдерші. Филиал, Аманат партиясы филиал ходатайство жазбайды. Мен сізге айттым. Біз өзіміздің шегеберде Аманат партиясының өзінің жобасының аясында біз көмек көрсете аламыз құқықтық сізге. Айтып отырмын ғой, юристтің көмегі керек болса, юрист шақырып келіңіз. Ол сізге көрсеткен көмек үшін бұл жерден ақы сұрамайды. Нотариустың көмегін көрсете аламыз. Мен былай түсінемін, партия деген ол әр қазақ үшін, әр осы Қазақстан тұрғыны үшін күресу керек. Азамат үшін, Қазақстан Республикасының кез келген азамат үшін, билікпен сіздің айтып отырған билікпен атқарушы органмен бұқара халықтың күресу дегенде не в том плане күресу, а в том плане, что осы адамның құқығын тапталып жатыр ғой, мына адамның осындай заңсыздық көріп жатыр ғой деп, сол үшін күресу керек деп мен түсінемін. Құқығы тапталса, бірінші кезекте оны қорғайтын сот. Жеке бір адам бар, оның құқығын қорғаймыз. Сіз партия ретінде де қорғамайсыздар. Сіздің құқығыңыз конституциямен қорғалып қойған. Так, конституциямен қорғалудың өзінде қазір мындай зәбір көріп жатыр ғой. Мына қарамайсыз не осыған заңсыздық болып жатыр ғой. Азамат конституциялық құқығын пайдалану. Сіз аманат партия болып, почему не требуете справедливости? Вот соған мен таңғалып жатырмын. Сіз бүгін маған қашан келдіңіз? Бүгін келдіңіз.